Қызылорда облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының қолдауымен сыр өңірі бейбітшілік пен келісім мекені жобасы аясында ағымдағы жылдың 12 сәуір күні Қармақшы ауданы 3 интернационал ауылдық округінде көш керуен акциясы бастау алды. Акция аясында облыстық Қазақстан Халқы Ассамблея құрылым мүшелері, аудан, ауылдағы этнос өкілдері, ауылда ақсақалдар кеңесінің мүшелері бірлесіп, Қармақшы ауданы 3 интернационал ауылындағы сайбаққа тал отырғызды. Осылайша облыстық ассамблея өкілдері аймақ басшысы бастамасымен қолға алынған Таза Қазақстан таза аймақ экологиялық акциясына қолдау білдіріп, 100-ге жуық көшет егіп, ауылды көгілдендіруге өз үлестерін қосты. Осы ауылдың тумасым. 27 жыл ішкі істер бөлімінде қызмет еттім. Қазір енді зейнетке шыққаннан бері ардагерлермен, ардагер мүшесім. Міне бүгін сіздердің келулеріңізге ағаш дайындап, сіздермен бірге ағаш егіп жатырмыз. Құдай берекесін берсін. Қазір енді 50-60-тан көп енді 100-ге жақын тал егізіп жатыр. 100-ге жақын егіп жатыр талды. Еккен талдар жайқалып, ауылымызға жаңара берсін деген ниетпен облыстық ақсақалдар кеңесінің мүшесі Серік Ыдырысов ақ батасын берді. Еспен қазандар үстінде қайнасын, жорытқанда жолында қыдыр болсын, жолдасын. Аружан Серікбай, Руслан Жүсіпбеков, Индира Райсова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.